міне Ақсуат районы, Тарбағатайский район, село Ақсуат деп айтылады ғой енді. Өте тамаша. Бүкіл ауылдың районның ортасын бәрі трасса, асфальт жайып тастаған. Ал енді міне парк тамашалаңыздар. Мынандай елкалар қай жерде бар? Бәйтерек тұр міне. Өте тамаша парктардың бәрі. Ақсуат дамып кеткен. Түнде мына жердің бәрі жарқ болып тұрады. Жарқырап. Мынау енді сахна. Гала концерт. Тура площадьті көрдіңіздер ғой, қандай үлкен. Қанша адам сияқты. Ол центр осы Ақсуаттың. Басқа жеріне барсаң да осылай. Тап-таза, бір мусор жоқ. Не деген керемет деймін. Не деген тазалық, не деген жап-жасыл, тура бір қалада жүргендей боласыз. Ана жақта бір мешіт, екі мешіт бар еще. Кіреберісте Ақсуатқа бір мешіт бар. Мұнда бір мешіттері тұр міне. Түнгі мезгілде жарқырап тұрады, жарықтық тұр. Парктар. Мынау міне Әдеш деген жігіт. Мына Секенаевич деген жігіт. Міне парктарын көрдіңіз ғой. Гостиницаның түрі бар. 3-4 гостиница бар. 2-3 этажды гостиницалар. Столовойлар, кафелер, тамақ ішетін. Күндіз түні ашық тұрады. Сағат 9-10-ға дейін, 12-ге дейін. Мына парктың іші міне. Ақсуат деген район енді. Шығыс Қазақстан облысында. Мұндай жоқ қой, мұндай район жоқ почти. Ешқай район татымайды ғой. Керемет енді. Ауыз толтырып айтуға болады енді. Мықты жер енді. Ақсуатты мақтауға болады енді, мақтауға тұрарлық. Адамдардың өзі қанша?